Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін енді мен жаңағы қазір YouTube-та көбейіп бара жатқан жаңағы залогтағы Каспийдің көліктері жайлы тағы бір ролик түсіргім келіп тұр. Өйткені бір жыл алдын осы темада мен видео түсірген болатынмын. Енді осы сәт тағы бір рет келіп тұр, екінші сериясын түсіру. Жалпы YouTube-тағы видеоларда көп адамға түсініксіз, өте арзан деп шақырып жатқан видеолар көп. Енді соның анық-қанығына жетіп, бүгін толық білетін боламыз. Менің сұрағым жаңағы сіздерде парковкада арестта тұрған көліктер бойынша еді. Біз QR-дан көрдік, колесадан көрдік. Енді жалпы сонда бұл бағадан басқа төлейтін шығындар бар ма? Соны сұрап алайын деген ғой. Достар, біз түсірген жаңағы видеолардың бәріне өшірткізіп, жаңағы рұқсат бермейміз деді. Частная территория дейді. Міне А деп келгенде осы камерамызбен түсіргенбіз. Қазір мен өзімді түсіріп тұрған. Бірақ жаңағы сол жердің охраналары жүгіріп шығып, мына камераға түсіруге болмайды. Түсірсең телефонға ғана түсір деді. Сондықтан да жаңағы бұл камераның ішіндегі сол жерде бастап түсірген сәтіміздің бәрін солардың көзінше өшіріп тастадық. Өйткені рас бұл жеке меншік жаңағы территория дейді ғой. Ол жерде енді түсірмейсіңдер деп жазып қоймаған, бірақ бізге олармен ерегіспей бұл жерден контент түсіріп кету керек. Сондықтан да мақұл деп бәріне көніп, телефонға болса телефонға түсіреміз деп бастадық. Бірақ сапасы сәл төмен болды. Өздеріңіз назар аударыңыздар. Міне достар, мына жердің бәрін көріп шығып жатырмыз. Жалпы в общем, енді мынадан бастайық. Мына жерде енді біз келгендегі асан машиналар жоқ, ешқайсысы жоқ. Енді мына жерде енді бар шығар, мүмкін өткізіп алған шығармыз. Мен оны міндетті түрде астына ссылкаға қалдыратын боламын, сол видеоны. Қарап өтсеңіздер болады. Мен ол жерін түсіріп жатқан жоқпын. Мына көлік 5 миллион 788 мың. Міне, мына машина. Мына машина. Достар, мына жерде 40 тұр. Қызосын көреміз. Несін QR-мен. 40 бағасы. Что-то фокус стоямайды. 5 миллион 197 мың. Мына Сараков. Мына Сараков. Қазір енді кузовын тексерейік. Сразу. Шпаклевкадан басталды сразу. 420 1200 бір нәрсе, 1240. Мына жердің бәрі шпаклевка ғой, короче. Мына жердің крылозынан бастаған жеріміздің шпаклевкадан басталды. Қалың. Мына жер нормально. Мына жер нормально. Бірмен осы жерлер ұрылыпты ғой, ал жағы. Артын көрейік. Бізге бәр жер маңызды емес. Ең маңыздысы жаңағы алда арты деген сияқты сол жерлерін түсіріп жүрген. Арты вроде тірі сияқты. Мына бетін көрейік қыз. Капот уже боялған шпаклевкамен. Капотында нормальный шпаклевка бар сияқты. Ох, мына жерде вообще. Мына жерде вообще. Мына көріп тұрсыздар ма? Мына жерде темірге де жетпей тұр ғой. Темірге де жетпей тұр. Шпаклевкадан. На Сараковка. Мынадан көрсетіп жіберейін қазір. Мына біз жаңа нагамлет көрдік. Толығымен кузовын тексеріп шықтық. Кузовында енді боялған дүниелері өте көп. Шпаклевка деген енді нандай қалыңдықтан жаққан. Енді видеода өздерің көрдіңдер. Жалпы бағасы осынша сұрап тұр. Енді қазір осы көлікті жаңағы залоговый автомен айналысатын
бізге номер берді, соларға хабарласып, мына номерге. Солардан қазір қосымша ақпарат алып көрем. Енді өздеріңіз мән беріңіздер соған. Алло? Мен уже басқа адамға түсіп кеттім бе, жаңа дауыс шықпай қалған еді. Сізден ана 501, 502, 503 деп қойған номермен колесодағы машина. Мен соны стоянкадан көрдім. Жалпы состояниесі бәрі ұнады. Мен сізден сұрайын деген ғой, сол нақты бағасы ма, одан саудаласуға болмайды ма? Болмаса қосымша тағы. Негізі сізге техпаспорт копиясы берілу керек еді, содан кейін барып тексеріп барлығын қарап. Жалпы негізі басқа тағы налогтары бәрі жаңағы мысалы бір штраф. Техпаспорт копиясы арқылы оны тексере аласыздар. Бар болса, оны біз төлейміз бе, или сіздер төлеп бересіздер ма? Краснодарский Каспий банк қалған сумасын сатып алушы. 10% ғана сіздер төлеп бере аласыздар, Иә. Бірақ алдын ала тексеріп аласыз. Түсінікті. Все, рахмет үлкен сізге. Жақсы сау болыңыз. Мына жерде Lexus тұр екен, қара Lexus. Иә. Интернетте? Иә, енді салам ғой. Просто тексеріп өзім қарап отқам ғой бас. Осы вышно, Мына жерде бір кісінің өтініші. Мені көресіз ба? YouTube-та? Бар ғой сен. Иә, бар ғой. Подписчиктің машинаның өтініш жасап отыр қыз. Тексеріп. Міне. Олай лента алдым айтпашты. Иә. Біраз машина кетті ғой. Мына жерде нормально удар болған ғой. Нұрболдан бағасын көресіз? 502. Полный кузовта не бар, шпаклевка бар. Тигізген жердің бәрінде шпаклевка бар ғой. Мына жерде де бар. Әлде менің деймін да, маркымда хоть бір тірі жерлері бар екен деймін. 5 миллион 200. Қанша? 5 миллион 200 ба? Қанша шпаклевка бар ма? Заводской окрас 140. 140-тан 170, сондай 180-ге дейін. Қалғаны санай беріңіз, шпаклевка и покраска, екінші вторичный. Және мына жерде де шпаклевка бар. 1320. 400. Ой. Круг, ана арт жағы жақсы орылған. Иә, стойкасын көре алмаймын. Есік ашылмайды ғой. Ашылған ба? Иә, стойкасын көре алмайсың. Міне, заводской окрас. Осындай болу керек. Міне достар, примерно завод деген окрас осындай болу керек қой, примерно 200-ден аспаса енді ол жақсы. Сараковка өлік дейді. Сараковка өлгенмін дейді, Осындай болса жақсы. Крышасын көрейік енді. Каталог міне 117, 128, 139, 119. Міне нормально. Иә, крыша жақсы. Ары бетін көрейік пе? Крыша вроде. Нормально. Үсті жағы тірі. Түрін басқасын көрейік. 50 күн көрейік. 50 күн QR бар ма еді? 50-ді көріп жүрейік. Иә, көресіз? Сыртынан шамамен кішкене уже жағдай кеп қойған сияқты. Қанша көрсетші? Қанша дейді? 10 миллион 67 мың. 10 миллион 67 мың, иә? 50 қас көрейік енді 10 миллионға.
Крыло живой. Мына жер уже несі боялған. Капот. Екінші рет. Капот толық боялған. Енді достар, арзан машина емес, 10 миллионға алып жатқаннан кейін енді кез келген адам ойланады. Әрине орылмаған алуға тырысасың, ондай ақша болған. Біз сияқты енді 1-2 миллионның машинасын қарасаңыз, конечно, ол кезде орылған, орылмағанға қарамайсыздар. Жалпы достар, әзірге қазір бәрін көрсете берем. Өздеріңіз примерно біліп алыңыздар. Мына 200-ге дейін ол жақсы. 200-ден кейін ол екінші рет боялған. Одан ары қарай кете берсе шпаклевкасы бар, сондай көрсетеді. Мына 50-лік 10 миллионнан артық сұрап тұр. Ол бастапқы бағасы ғана, ар жағында қанша әлі қосатынын Құдай біледі. Ну, вроде Нормально ма? капоттан басқасы нормально әзірге. Все равно қымбат? Конечно қымбат. 10 миллионға 50-лік. 55-те емес. Ол 2013 пе 2012 ма сондай но. Арт жағын тексеріп жүрек. Міне басталып, мына жер боялған. Міне. Мына жер. Міне. Арт жағынан кішкене удар болған. Нелей. Бұл жер сырылып қалмайды. Өз түрі де оңып кетті мына жердің. Түрі де оңып кеткен екен. Мына переходпен бояған ғой, мына жерге дейін. Мына жерде бір нәрсе болған ғой. Міне. 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 Міне шпаклевка уже. Міне шпаклевка. Міне одан үлкен шпаклевка. Мына жерлерде үлкен шпаклевка бар екен. Міне. Міне, мына жерлер сынып жатыр міне. Сынып жатыр уже. Жарайды, түсінікті болды. Мына жақтары. Екінші рет боялған. Мына бетінің бәрі боялған екен екінші рет. Мына шпаклевка бар есікте. Бұқа жағылған шпаклевка бар екен. Ол, Асан қандай машина таға? Не машина? Ой, не көріп атысыңдар сендер? Не қарап жүрсіңдер? 709 мың? 709 мың дейсің. Ай бұл. Достар, мына примерно сендерге неғып болсын, шпаклевка тұрған. Осыны қанша көрсетеді қазір? Көрейік. Проебать етпейді уже. Жоқ, көрсетпейді. Енді мына жерді көрейікші. 1315 деген ол примерно мына сендер түсіну үшін осындай қалыңдық қой. Бір 3 мм, 4 мм-дің қалыңдығы ғой. Міне. Жағы бір 50 бар еді ғой. О, сыртынан қалай қарап алады капотты көріңіз? Менеджермін ба? Мына жерде енді, достар, шынымды айтсам, вообще ешкімге совет бермеймін. Уақыттарыңды да жоғалтпай қойыңдаршы келіп. Өтініш. Жаңағы өтірік білмейтін блогерлар осы жерде арзан машина бар екен, бейт екен, сөйт екен деп тұрады. Негізінде, достар, бір машинада алуға келмейді, достар. Менің енді өзім жеке екінші рет келіп сіздерге нақты айтып жатырмын.
алшы, мына мынандай 55-тіктер тұр, өліп қалған. Алшы. Асан, алшы көрсей? Алмай жатыр ма? Жанында шығу керек. Алшы. 55-тік бір компанияның осыны сияқты зауыт. Ей, 55 шықты, е? 4 миллион 553. 9 миллион. 9 миллион. 9 миллион 453 мың. Мына 55-тік. Сразу айтайын, тірі жері жоқ. Крылосы нормально. Қолмен кескен да? Мына капот боялған. Короче, мына мынаяқтан бастайық. Боялған. Көшеде кетіп баратқан жерінен ақ қойған сияқты. Көшеде кетіп баратқан жерінен. Крыло боялған. Багажында аттан конкретно Қазір. Мына, короче, мына жерден бастап. Мына жерден бастап оған дейін, крылосына дейін боялған. Қалайшы? Вторичный класс па? Қанша микрон? Мына жерлер нормально, заводской тұр. Мына жерлер нормально. Енді уже багажник боялған екен. Бір өткен легкий ремонттан өткен мына шпаклевкасы де бар екен. Кішігірім жағылған, жақсы. Мына жерлерде. Бірақ толық бір рет боялған. Мына жерде. Капоты толық боялған. Ай, багажник, ё-моё. Крылода басталды. Жоқ, отчетный ғой. Өзіме? Жоқ, енді қарап шығасың ғой енді. Біреуге көрсетесін аламыз, бердісі мүмкін. Кеп жүрем бе қайттан? Түсіріп алмай. Мына жерде 1000 адам кеп түсіріп кетіп жатыр. Не қарап жатқан жоқсың, салон қарап жатқан жоқсың. Бәрі салған. Мына мысалы мына машина жаңа машина. Жаңа? Салон қарап жатқан кезде бағасын қарасаңшы, салонмен бірдей болып тұр ғой. Салон қарамай не қарадық енді? Онда не қарадық салон қарамай? Мына жерде мына мынандай. О, жирный шпаклевка. Мына вообще жетпейді. Жаңа сіздерге примерно көрсеткен едім, қандай қалыңдық. Мына жерде жетпейтін жерлер бар екен. Мына жетпейтін жер. Түсі де өзі оңып кеткен сияқты. Бірақ аттың құны бағасы. Мына есікте боялған. 20 беріп еді, 600. В общем, бір-екі деталь ғана боялмаған, қалған толық шпаклевка емес. Хотя бағасын ойлаңыздар, достар, 10 миллион сұрақтар. Еще түтеп тұрған осы ме еді? Оның үстіне технический жағынан да бітіп қалған. Жаңағы 30-кі, е? Ара. Адына 30-дық. Мына жерде. Бағасын қара жібереміз. Бағасын өтетші. 4 миллион 215. Қастыда фокус аламай атыр что-то. 4 миллион 215 мың. 215 150. Состояние. Состояние. Ё-моё. Неменеге ұйықтап жатып қабылдайды ма? Сразу шпаклевка. Достар, мен құр сөзбен айтып келе жатқан жоқпын. Наны бекерден бекер өзімен алып алған жоқпын.
сіздерге дәлелмен жаңағы құр сандырақпен ойбай мына жерде арзан машиналар көп екен, келіңдер, алыңдар, жеңдер, ішіңдер деген ондай нем жоқ. Нақты дәлелмен бәрін әкесі көрсетіп жүрген. Мына жерде жоқ уже. Темірге де жетпейді мына жер. Темірге де жетпейді. Багажник. Слой. Багажникте. Вообще жесть, комната, жесть. Осындай көліктерді Каспий банк сатып отыр. Жіппен ақша. Жіппен ақша. Мынау оның үстіне араб ең арзан нұсқасы ма? Камридің ішінде сау жер. Біз көпте жүретін смысл жоқ сияқты мына жерде достар. Міне. Я на 30. 35. Бұның бағасы жоқ дейді. Бағасы жоқ дейді. Бағасы жоқтар типа ареста тұр ғой пока. Төлеп сонда да бір тексеріп көрейік, қалай екен. Шпаглев. Мені достар. Бұл железно бір 6 миллионның төңірек болады достар. Мені осындай осындай шпаглев қысымен 6 миллионға. Капот толық шпаглевка. Шықпаған болды, сіз тыңғамазды көріп тастап отырсыз. YouTube'қа шығады бүгін. Бәрін шығарам, толық көріп аласыз. Мына жерде мен қызықтырған машиналар сабатыр мен. Мысалы 30 сияқты жаңа 40-50. Мына Хайландерді бір көреміз қасында Хайландер тұр. Коробкасы бәрі несі? Не то? Коробкасы? Мына жерде вообще жетпейді. Міне, достар. Есіктер жоқ мына жерде. Салоны айырбаг ашылған, жарылған. Оның ортасын қараңыздар. Көтеріліп тұр. Салон шаршап қойған. Үшін машина. Смысл жоқ тексеруге. Біз мынаның батарейкасын кетіріп танып қалған 35. Осыны жақсылап базарда іздейтін болсаңыздар примерно бір 6-7 миллион, 8 миллионға дейін сұрайды қарсы. Хайландер тексерейік. Багажниктен көрейікші. 252. Екінші рет боялған бұл. 252, 250 деген екінші рет бояудан өткен деген сөз. Ой. Қараңыздар. Жоқ, черный металлға жетпейді. Достар, жетпейді черный металлға. Жетпейді. Асан, Ниво келсе. Наветке тұрыңдар. Наветке. Шоу көрсетемін қыз. Мынаны қара. Темірге жетпей жатыр. Мына жер. 2080. Жетпейді. Шармаған да сәйт қонда жер. Шармаған аяқтан. Мына жетпейді. Более-менее бүтіні осы екен. Хайландер. Бүтіні ма? Примерно. Соғылмаған нелер да? Бұда неде сарқы көріп көрші? 313 қазір 407. Мына жақтан нормальный удар болған сияқты ғой, арт жағынан. Аст жағында бір қара жерден айтпақшы. Міне боялған. Жоқ, мына жерден бір нәрсе кірген сияқты ғой. Талғылаған сияқты. Или бір нәрсе болған. Жалпы достар, кузовта толық шпаклевка бәрі нәрсесі бар. Теріліп жатыр. Капотты бір қаратып жіберейін. Мына капот шпаклевкамен. Міне 1000.
427 397 728. Ну, жалпы, в общем, бәр жерінде шпаклевкасы бар. Жоқ. Бағасы жоқ қой. Жалпы енді шығатын, бұның бағасы енді шығады. Енді бұл да точно 10 миллионнан кем болмайды. Достар, жаңағы оның ішінде жүрген тек қана қарапайым адамдар қарап жүр. Бірінші, осындай видео түсіріп, халықтың бәрін шақырып, осы жаққа келіңдер, машина арзан екен деместен бұрын кішкене ойланып, бұл жерге қандай адамдар келетін, қарапайым соңғы жаңағы жинаған тергеніне көлік алайын деп келген адамдар келеді. Арзан екен ау деп. Сондықтан да алдамай, барын бар, жоғын жоқ қылып айтыңдаршы, достар. Зачем ол? Не керегі бар ондайдың? Өтірік ақпарат, контент үшін өтірік ақпарат беруге. Жалпы ол дұрыс емес. Сондықтан да жаңа мен ішінде жүрген кезде кілең жаңағы қарапайым кісілер көлік іздеп жүрген едік, бауырым. Осы таппай жатырмыз. Осы жерде ана YouTube-тан көрдік, осы жерде арзандау көліктер бар екен деп айтып жатырды. Енді барынша түсіндіруге тырыстым. Қажет емес бұл жердің көліктерін алуға деп. Бұл жерде енді бұл жаққа келген көліктер ол осы жерде қалатын сияқты. Болмаса бір жерге барып жоқ болып кетеді, болмаса. Енді прям арзан болып тұрса, мына жерде адамдар істейді, персонал істейді. Солардың өзі ақ жоқ қылып жіберетін еді, өздерінің таныс перекупщиктарына беріп, айтып, жаңағы шақырып бәрін. Бір перекупщик жоқ мына жерде. Тек қарапайым адамдар жүр. Достар, соны ойланыңдар. Осы жерге машина алыңдар деп шақырмастан бұрын.